2 sınıf matematika 52 сабақ 1 есеп. Суреттегі сағат қара. Бірінші сұрақ. Сағаттық тілі нақты қай санды көрсетіп тұр? Сағаттық тілі 9-ды немесе 21:00-ді көрсетіп тұр. Екіншісі, минуттық тілі ше, сағат қанша? Сурет бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Жалпы минуттық тілі 12 немесе 24-ті көрсетіп тұр. 24-ті көрсетіп тұр. Бұл сонда дәл осы сағат қанша болып тұр дегенде, немесе таңғы 9 болып тұр, немесе кешкі 21:00 болып тұр деген жауап болады. Жалпы сұрақ қоятын болсақ, сағаттық тіл мен минуттық тілдің арасы қанша минут деп қойсақ болады сұрақты. 5. Сонда 15 минут аралығы. Үй тапсырмасы 2 сынып математика 8 есеп берілді. Жалпы А нұсқасы. Сағат 17 сағат 15 минутты көрсетіп тұр. Бір сағаттан кейін қай уақытты көрсетеді? Оған 17 сағат 15 минут деп дәл осылай жазып, қосамыз 1 сағат дейміз. Сонда 18 сағат 15 минут. Екінші есеп. Сағат күндізгі 11-ді көрсетіп тұр. 2 сағат 45 минут бұрын сағат қанша еді? Дәл осылай. 11 сағаттан азайтамыз 2 сағат 45 минутта. Сонда 10 сағат 60 минут болады. Одан азайтамыз 2 сағат 45 минутты. Дәл осыны жазып 8 сағат 15 минут қалады.